Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге лечо салатының рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ең алдымен бізге керегі барлық көкөністерді жуып тазалап аламыз. Одан кейін шетінен мен сияқты турап алсаңыздар болады барлығын. Бірінші пияз, одан кейін бір ащы бұрыш керек болады. Керек ингредиенттердің барлығын описание бөліміне қалдырамын. Осы мөлшермен 3 литр шығады. Және сәбізімізді де осылай теркадан өткізіп аламыз. Одан кейін помидорымызды тазалап, жуып аламыз, 4-ке бөліп аламыз. Одан кейін перецімізді, болгарский перец болады. Болгарский перецтің осындай қызыл етті түрін таңдағаныңыз жөн болады. Осылай видеодағыдай тураймыз, және чеснокты да осылай 4 бұрыштап ірі қылып тураймыз. Одан кейін көк шөптерден петрушка және мен укропты қосамын. Петрушканы ірілеу қылып тураймын, укропты майдалап тураймыз. Помидорымызды мясорубкадан өткізіп аламыз. Енді барлығын дайындап алдық. Енді қазанымызға майымызды құйып, бірінші пиязды қуырып аламыз. Және мен ащы бұрышты да осы кезде қуырып аламын, ащы дәмі шықсын деп. Одан кейін сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді 10 минуттай қуырамыз. Жұмсарғанша. Одан кейін перецті саламын. Онда жақсылап араластырып 5-10 минуттай қуырып аламыз. Одан кейін помидорымызды саламыз. Осы кезде 2 ас қасық тұз, 2 ас қасық қантты саламыз. Сөйтіп жақсылап араластырамыз. 3-4 лавр жапырағын және перецті қосам. Бұрыш. Бұл жерде бұрыштың осындай ұнтақталған түрін қостым. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін соңынан чеснокты және көк шөптерімізді салып, тағы да жақсылап бір араластырамыз. Одан кейін газдың астын ең жоғарғысына қоямыз қайнағанша. Қайнағаннан кейін астын басып қойып 25-30 минут қайнатамыз. Жай отта қайнатамыз. Менікі қайнады міне, енді тағы бір араластырамын да бетін жауып қоямын. Бетін жапқанда бәрін жаппайым, полный, бір шетін кішкене ашық қоямыз. Осылай енді 25-30 минуттай жай отта қайнайды. Осы кезде банкаларды стерильдеп аламын мантоваркада. Менікі дайын болды. 25 минут қайнаттым мен. Енді банкаларға салып жаба береміз. Ешқандай қиындығы жоқ. Оп-оңай осылай жасаңыздар, дәмі өте керемет дәмді болып шығады. Осылай. Және осы жерде крышканы мен уксуспен, мақтаның көмегімен уксус жағып сүртіп аламын. Және осылай қатты бұрап жабамыз. Болды. Осылай дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Тағы бір рет көрсетейін. Осылай құйып жаба береміз. Негізінде лечо салатының рецепті көп. Ютубта соған қарамастан менде өзімнің рецептін салып отырмын. Жасап көріңіздер. Менің рецептіммен ұнайды деген сенімдемін. Сау болыңыздар. Рахмет. Ұнаса лайк баса кетіңіз.